орнынан тұрып Абу Талха айқайлаған кезде дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қоршауға келген мушриктердің барлығы 500 метрге қайтадан кейін қарай қаша бастады. Төменгі жерден ислам нені алып келуі мүмкін? Бір адамды хайырына жараса, оны ең жоғарғы мәртебеге көтеруі мүмкін. Ең жоғары мәртебеде жүрген де бір хайырсыз бір адамды аз уақыттың ішінде ең төменгі дәрежеге алып келуі әбден мүмкін. Абу Талха айтады, басымнан түрлі қиыншылықтар мен қуаныштар өтті, бірақ барлығына шыдауға тырыстым, илля уахидин, тек бір нәрседен басқа. Бір жерде шыдай алмадым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өткендігі жайлы хабар жетті. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, түрлі себептерге байланысты подкастымыз шықпай қалды. Енді алдағы уақытта тұрақты шығу үшін біз үшін дұға етіп, шыққан подкасттарды қолдап, демеп отырсаңыздар, иншалла тұрақты шығады деген сеніміміз мол. Олай болса көп созбай, әдеттегідей бүгінгі біздің подкастымызды, қонағымызды таныстыратын сөз кезегі Салман бауырында. Ассаламу құрметті көрермен. Бүгінгі біздің талқылайтын өмірін қолдан келгенше баяндайтын сахабамыз қонаққа келгелі. Ол 601 жылы Медина қаласында туылған. Анасы жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тума болып келеді. Әкесінің аты Сахил ибн Асуад. Ал анасының есіміне келетін болсақ, Убада бинти Малик. Тиелінетін руы Хазраж тайпасынан Наджар ұлдарынан. Ақаба сертіне қатысқан 75 сахабаның біреуі болып саналады. Яғни мединалық ансарлы сахаба. Көбісіне танымал Умму Сулейм анамыз, Румейта анамыздың күйеуі. Бұл сахабаның ілімдегі орнына келетін болсақ, одан 92-ден астам хадис риуаят етілген. Және де бүгінгі біздің қонағымыз атын айтатын болсақ, Абу Талха Зайд ибн Сахил ибн әл-Асуад әл-Ансари әл-Хазраджи болмақ. Радиаллаху анху. Ұстаз, олай болса мен бүгінгі подкастымыздың сұрағын бастасам, бүгінгі біздің қонағымыз Абу Талха ибн Сахил, Аллаһудан разы болсын, білеміз, әйгілі сахаба, баршамыз білетін Анас ибн Малик радиаллаху анхудың анасы Румейса анамызды отау құру арқылы ислам дінін қабылдайды. Жалпы мен айтқан осы оқиғаны кеңінен ашып, қалай ол отау құрып исламды қабылдайды, бізге осыны толығырақ жеткізсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва ясир ли амри ва хлул уqtatan min lisani yafqahul qawli. Құрметті бауырлар, Аллаху субхана ва тағаланың көмегіменен, жәрдеміменен, рұқсатыменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолында тәрбиеленген ұлы ұрпақтардан бірі, Мәдинаның ең атақты үлкен сахабаларынан бірі, және бүкіл ислам әлеміне ғылымда, тақуалықта, джихадта, инфақта түрлі жағынан үлгі қалдырған, қаншама 15 ғасыр өтіп жатса да аты бүгінге шейін ұмытылмаған үлкен ұлы тұлға Абу Талха ибн Сахил радиаллаху анху жайында иншалла бүгін айтатын боламыз. Егер бұл кісі туралы жақсы, дұрыс, көңілімізге қонымды, осы кісіге лайықты бір әңгіме айта алған болсақ, онда әлбетте ол кісінің абзалдылығынан. Егер бұл кісінің шанына, шөһретіне бір нұқсан келетіндей сөздер айтып жататын болсақ, әлбетте алдын ала ескерткіміз келеді, бұл біздің кемшілігімізден, қателігімізден. Ол кісінің иманға келуіне келместен бұрын, кішкене ол кісінің есіміне байланысты тарихшылар маңызды бір нәрсе айтады. Әрбір адам, білесіңіз, біздің дінімізде өте маңызды нәрсе, әрбір адам өзінің есіміне нәсіптар дейді ғой. Нәсібі бар. Дәулет ба, дәулеттен бір нәсібің бар, сен бостан-бостан өлған жоқ. Салман ба, салманнан бір нәсібің бар. Деген сияқты, Абу Талха дегенде бұл кісіге телінген бір атау негізі. Аты Зейд асылында. Зейд ибн Сахил асылында. Бірақ қарап тұрсақ, Талха деген ешбір баласы жоқ. Талха деген ешбір немересі де жоқ.
Сол себептен ғалымдар бұған Абу Тальха, Тальханың әкесі деген есімді неге қойды деп бір қатар риуаяттар айтады. Соның ішіне көңілге қонымдысын мына нәрсе айтқымыз келеді. Тальха деген асылында акасия деген бір ағаштың аты екен. Акасия ағашы. Неге бұл ағашты Зейд ибн Сәхілге берді десеңіз, бұл ағаш 100% қолданылатын ағаш екен. Бұл ағаштың жапырағы да қолданылады, қабығы да қолданылады, тамыры да қолданылады, жемісі де қолданылады, жемісінің ішіндегі дәні де қолданылады. Жартысын мал жейді, жартысын адам жейді, жартысы киімге айналады, жартысы басқаға айналады. Қысқашасы акасия ағашынан еш нәрсе қалмайды. Абу Тальха ибн Сәхілді бүгін Алла бізге мүмкіншілік берсе, иншалла өте көп ақпараттар бар. Бір сағат, 1,5 сағатқа сыйғызып осынан бәрін ақылымыздан алып қоймай айта алса, тура акасия ағашы сияқты, Тальха ағашы сияқты бүкіл жағынан үмметке пайда берген осындай атақты сахаба. Әлбетте. Сол себептен бұл неген Абу Тальха, Тальханың әкесі деген есім осыдан қойылса керек. Абу Зар радиаллаху анхудың Мусаб ибн Умайрды Мәдинаға шақырып, Мәдинада алғашқы насихаттарды жүргізіп жатқан кезі. Бұл шамамен осы кез. Абу Тальхада 30 бен 35 жастың ортасында, шамамен осы жастағы жас жігіт. Жас жігіт демек енді, ортаға келген жігіт ағасы болған, осындай оңын солын танитын осындай бір жігіт. Жағдай бар, мүмкіншіліктер бар, сұлулық бар, байлық бар, күш қуат бар, барлық жаны дейді. Әрбір нәрсенің зирвасына, ең жоғарғы шырқау шегіне келіп тұрған кезі, бірақ түсініксіз, арабтар өте ерте үйленсе де, бірақ бұл кісі біраз уақыт үйленбей жүрген. Немен айналысады? Аңшылықпен айналысады. Білесіңіз, бүкіл джихадта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның мергендігінен, садақтың оғын ататындығынан әңгіме айтады. Сол себептен кейде өзі орталарда отырған кезде айтады, Абу Тальха, яғни аңшылыққа, саятшылыққа шыққанда қолына бір оқ алады екен. Қолына бір оқ алады, сосын сол оқты айтады екен былай. Ұнаған аңдарыңды айтыңдар. Соны ғана атам болды. Және бұл оқ босқа кететін болса, басқа еш нәрсемен айналыспай, дереу кейін қарай қайтам деп, өзіне осыншалықты сенімді, мерген болғандықтан, мысалға маған құс десең, құсты атып құлатады, маған жануар десең, жануарды атып құлатады. Жалғыз оқпен солай аңшылыққа шығатын дәрежеде мерген. Яғни бұл ер адамдардың, қалай айтайын, дүниедегі уақыт өткізу дейміз бе, қалай айтамыз, хоббиі ғой. Түсініңіз бе? Тіпті аңшылығы соншалықты, білесіңіздер, фықықта ихрамлы күйде аң ауласа жағдай қалай болады. Ихрам киген адам аң аулай ма деп ойлайсың ғой. Аңшылыққа берілген адамдар кейде алдынан аң өтсе, ақылын жоғалтады екен. Балыққа сондай адамдар бар, қыс демейді, жаз демейді, суық демейді, аяз демейді. Тура сол сияқты бұл кісі де саятшылықта өте мерген болған. Керемет атты мінеді, аң аулайды, қою қара сақалы бар, екі иығына екі адам мінгізгендей, жағдай бар, ақша бар, мал мүлік бар, қаншама Мәдинаның бақшасының егесі, осындай бір адам, шамамен жасы 32 мен 35-тің арасында бойдақ. Жігіттің төресі. Осындай бір адам. Мушрик, білесіңіздер, Аус және Хаджраж тайпаларының Меккедегі табынатын пұты Манап, Манап пұтына табынатын Меккедегі қатардағы бір мушриктерден бірі еді. Жоғарыда айтып атқаным сияқты Умму Сулейм деген анамыз бар, Анас ибн Маликтің анасы. Умму Сулейм анамыз Асад ибн Зурарамен арасындағы туыстықтан ол кісі иманға келеді. Асад ибн Зурараның тумасы, туысы, сол туыстығының көмегіменен ол кісі иманға келеді. Иманға келгеннен кейін күйеуі Надыр ибн Малик деген кісімен арасында келіспеушіліктер туындайды. Бір отбасы, семья, біреуі мушрик, біреуі мұсылман. Әлбетте Надыр ибн Малик туыстарынан ұялып, айналада білесіз ғой енді. Сенің әйелің сондай болды, сенің әйелің мындай болды. Бірнеше рет ескертулер алады, ең соңында соңғы ескерту таңға дейін уақыт беремін дейді. Таңға дейін иманыңнан қайтпасаң, онда арамыздағы мәселені басқаша шешеміз.
Умму Сүлейм анамыз иман мен көпірдің ортасында осындай бір өте қатты қиыншылықта қалып кетеді. Білесіңіз енді, адам иманға кіру, мұсылман болу бір-ақ рет болады өз өмірде. Екінші бір бензері, екінші бір ұқсасы болмайды ол нәрсенің. Сол себептен иманнан шығайын ба деген нәрсе ақылына келмейді. Таң атқанға шейін екі қолын жайып, не істейді? Құлшылықтарын жасап, Алла тағалаға жалбарынып, не дейді? Я Раббанал Карим, күйеуім болған, жарым болған, өмірлік жартым болған Надыр ибн Мәликті да иманға алып кел, жәрдем бер деп Алладан дуа жасап жатады. Сол арада таң атады. Надыр ибн Мәлик сыртынан келіп көріп, Умму Сүлеймнің иманнан қайтпайтынын түсінеді. Арада бір ыңғайсыз оқиғалар болады. Ұрыс, керіс, ұру, соғу мәселелерінен кейін екі қолын бірдей сілтеп, екі баласы менен әйелін тастап Шамға көшіп кетеді. Түрлі риуаяттар бар. Жолда кетіп бара жатқан кезде бір риуаяттарда қарақшылардың қолынан, бір риуаяттарда бұрыннан араларындағы бар қан дауының кесірінен жолда мушрик болған күйде қаза табады. Иман нәсіп деген содан. Иман нәсіп. Умму Сүлейм анамыз өзінің жары болған, өзінің өмірлік жартысы болған, екі баласының анасы болған Надыр ибн Мәликке екі қолын жайып дұға жасап, Аллаху Субхана ва Тағаланың дініне нәсіптар қыла алмайды. Умму Сүлейм деген кезде біз тек қана исламнан кейінгі Умму Сүлеймді ғана танимыз, бірақ Умму Сүлейм Мәдинаның ішіндегі ең сұлу әйелдерден бірі болған. Абу Талха радияллаху анху ол кезде мушрик. Умму Сүлеймнің күйеуі Надыр ибн Мәликтің кетіп ажырасқанын естігеннен кейін не істейді? Келіп есік қағады. Қара, жағдайы бар, мүмкіншілігі бар, бұрын соңды үйленбеген, керемет. Мәдинада Абу Талхан танымайтын қыз жоқ шығар енді. Абу Талхадан үміткер қыздардың да санында шек жоқ. Бірақ екі баласы бар, жесір қалған Умму Сүлеймнің есігін оған деген ғашықтығы еріксіз әкеліп қағады. Басқа бір үміті жоқ. Асылында мушрик. Осылай келіп есік қағылады. Басында үлкен қайғы, қиыншылық, екі баламен жесір қалған Умму Сүлейм анамыз жабырқаулы күйде есікті ашады. Есікті аша, Абу Талха келіп тұр. Абу Талхан танымайтын адам жоқ, міндетті түрде Умму Сүлеймді таниды. Не болды? Абу Талханың жүрегінде шамамен 60% сенімділігі бар. Сенімділік. Сенім енді бойдақ, мүмкіншілігі бар, маған отказ бермейді деген күйде есікті қағады да, ешбір тәрәддүтсіз осылай Умму Сүлеймға өзінің ойын ашық айтады. Мен Абу Талха бүгін сенің қолыңды сұрап, өзіме әйел қылуға саған ұсыныс тастаймын. Умму Сүлейм анамыз былай қарап тұрады да былай дейді: мен сияқты Мусаб ибн Умайрдың қолынан, Асад ибн Зурараның қолынан иманның шәрбәтін ішкен бақтияр бір мүмина әйел сен сияқты мушрикке тұрмысқа шыға алмайды. Шыға алмайды. Бізде мүмкіншілік жоқ бұндай. Бұл сөздер Абу Талханы шаршатып жатыр. Иманның шәрбәтін ішкен мүмина, мушрикке деген сөздер бұны кішкене былай, ол оны былай қарай айналдырып жатыр. Мүмкін екі балам бар, екі баламның жағдайы не болады деп уайымдап жатқан шығарсың. Еш уайымдама, үлдемен бүлдеге орайым дейді. Умму Сүлейм анамыз әңгімесін тура екінші рет қайталайды. Одан кейін былай дейді: Мәдинаның қыздары сияқты мәһрдің ценасын көтеру үшін бәлкім назданып жатқан шығарсың. Не қаласаң соны беремін дейді. Мәһрге не сұра соны беремін. Одан кейін Умму Сүлейм анамыз да түсінеді. Былайша жалпылама түрде айтатын болсақ, территория дауа деп жатыр. Дағуат жасайтын уақыт келіп тұрған сияқты осы деп жатыр. Негізі асылында дағуатқа қарай ұмтылысы жоқ еді негізі. Басынан қайғы келген, жағдайымен басымен әлек болып жүрген әйел, бірақ Абу Талханың халі ол кісіге Аллаху Субхана ва Тағаланың жәрдеміменен бір әдемі ой келді да айтты: сен
асылында сөзге түсінбейтін адам екенсің, онда саған бәлкім мына жағынан көрейік деп жатыр. Абу Талха дейді, сен ақылды жігітсің ғой деп жатыр. Мәдинада сені танымайтын адам жоқ. Мәдинада атағың шыққан, белгілі, кереметсің. Әлбетте менің де саған тұрмысқа шығудан жаңағы бір жиіркенішті бір ойым жоқ. Асылында бұлай симпатичный жігітсің ғой деп жатыр ғой. Керемет жігітсің. Бірақ сен сияқты ақылды жігіттің менің ақылыма сыймайтын мынандай бір нәрсе бар дейді. Қалайша сен сияқты ақылды жігіт өзінің туалетке барып жүрген ағашына. Түсіндіңіз бе? Мәдиналықтар ана ағаштарды сындырып жаңқаны толтырып қояды екен да, соныменен жаңағы истенжа жасайды, истенжа. Ауыр ғализаны сонымен тазаланады. Түсіндіңіз бе? Кәдімгідей ағашпен туалетке барады. Ал енді табынып отқан манаптарын да бұттарын да тура сол ағаштан жасайды. Айтып жатыр, сен сияқты ақылды бір жігіт, керемет, өзінің туалетке барып жүрген нәрсесіне қалай табынады? Ауыр дейсің. Қара дейді, мен саған дүние және ақыреттің сұлтаны, бұл айналамыздағы кайнаттың барлығын жаратқан ұлы бір жаратушыға табынуға шақырам деп жатыр. Егер сен менімен бірге мұсылман болатын болсаң, мүмин болатын болсаң, онда сенің иманың менің мәһірім болсын деп жатыр. Көк тиын сұрамастан саған тұрмысқа шығамын. Бас қазан болдым. Бас. Айтылатын бір сөз жоқ. Бірақ не бар? Бір екі фамилия ақылында. Екі. Асад ибн Зурара, Мусхаб ибн Умайр. Ана бүкіл сағы суға кеткен күйде үлкен ауыр сөз айтты. Менің құдайыма осынша шабуыл жасайтын деп ашу басына булыққан күйде Асад ибн Зурараға келді. Өйткені ол жергілікті адам ғой. Мусхаб ибн Умайр танымайды екібастан. Асад ибн Зурараға келді да, сендер біздің дінімізді мазаққа айналдыратын кімсіңдер? Кімсіңдер? Әңгімені бастады. Асад ибн Зурара екеуі таңға ұрып, үлкен бір талас тартыс жүргізді. Асад ибн Зурара оның кейбір сұрақтарына жауап берді, кейбір сұрақтарына жауап бере алмады, бірақ не істеді айтыру, ашуын басып, оны бір тыныштық қалып келді. Жауап бере алмаған сұрақтарының барлығын жинап, және Абу Талханы бірге құшақтаған күйде алып, Мусхаб ибн Умайр қылып келді. Білесіңіз, Мусхаб ибн Умайр бір есігінен көпір болып кіріп, бір есігінен мүмин болып шығатын фабриканың егесі еді. Ана астыңғы фундаментін дейді, ірге тасының барлығын реттеген дұрыстаған күйде алып келді да, Асад ибн Зурара дайын күйде Мусхабтың алдына алып келді. Есіктің арғы бетінен Абу Талха мүмин болып шықты. Одан кейін айтты, жігіттер, маған біраз уақыт беріңдер. Мен өз-өзіме келіп алайын біраз. Одан кейін сендермен хабарласамыз. Кетті. Арадан бірнеше күн өтті. Бірнеше күннен кейін қызметшісі келді. Қолдарыңа балта алып, Абу Талха сендерді көмекке шақырып жатыр. Екеуі аң-таң. Балтасын ес құрсын. Балталарын алды, үйіне келсе, үйінде білесіңіз, арабтарда қонақ бөлмесін жасайды, үлкен қонақ бөлме. Қонақ бөлмеге да манап деген поттың бөлменің жартысындай дәрежеде пұтты ағаштан ойып жасаған ғой. Бай ғой енді. Айтты, енді мынаны бірдеңе қылып жайлап сындырып шығарайық енді Аллаға. Осыған шейін осыған иман етіп келдік. Осылайша Мусхаб ибн Умайр бар, Абу Талха бар, Асад ибн Зурара бар, және сол кешке шейін мұсылман болғандардың барлығы бір күн бойы Абу Талханың үйіндегі манап бұтын әрбір жаңқалап кусок қылып туалетке баратын ағаш қылып, оны не істеді? Далаға шығарды. Бітпей қалған бір шаруа бар. Келіп екінші рет есікті қақты. Умму Сулейм анамыз Абу Талханы көрді да әңгімесін бастады. Мен Мусхаб ибн Умайрдың қолынан, Асад ибн Зурараның қолынан иманның шәрбатын ішкен бақтияр бір әйел сен сияқты мүшрикке тұрмысқа шыға алмайды демедім ба саған? Айтады, жоқ. Мен мүлде басқа зат болып кетіп тұрмын қазір. Бұл әңгіме енді маған жүрмейді деп жатыр. Бұл сен айтып жатқан сөзіңнің мұхатабы мен емес енді.
мен емес деп жатыр. Сенің алдыңа свежий дейді ғой, жап жаңа балғын күйде мүмин болған Абу Талха келді. Айтып жатыр, менің малым түгелдей сенің жолыңда инфақ деп жатыр. Қолымда не болса, сол нәрсенің бәрін сенің мәһірің ретінде беремін деп жатыр. Сен мені қараңғылықтан нұрға шығардың. Бірақ Умму Сулейм анамыз да қара жаяу біреулерден емес қой, айтып жатыр. Абу Талха, мүминдер сөйлейді, сөз береді, және сөзінің артында дұрысынан тұрады деп жатыр. Егер сен шынайы мүмин болған болсаң, бір динар немесе бір дирхам алмастан сенің иманың менің мәһірім. Мына сөз Мәдинада соншалықты тарады дейді, мәдиналықтар айтты дейді. Умму Сулеймнің мәһірінен хайырлы бүгінге дейін бір мәһір көрген жоқпыз. Осылайша сұлу болған Умму Сулейм, әдемі болған Абу Талха менен екеуінің арасында бір керемет, жарасымды, үйлесімді осындай бір отбасы құрылды. Иншалла, Алла бізге мүмкіншілік берсін, отбасындағы түрлі мәселелердің барлығын иншалла айтатын боламыз. Муслим Хаус қоғамдық қорын қазына қосымшасы арқылы үздіксіз әрі тұрақты түрде қолдағыңыз келсе, App Store немесе Play Market'тен қосымшаны жүктеп алыңыз да бізбен бірге тіркеліңіз. Қазына қосымшасын жазғаннан кейін кіреміз. Экранның астыңғы бөлігінде қайырымдылық батырмасын басамыз. Бұл жаққа кіргеннен кейін айына бір рет немесе апта сайын немесе күнделікті беретін садақаңызды белгілейсіз. Одан соң астыңғы теңгеге күнделікті қанша рет садақа саласыз, соны жазасыз. Оны жазғаннан кейін қорлар тізімінен Муслим Хаус қорын таңдап, міндетті түрде дайын батырмасын басамыз. Садақа беру пунктіне өтеміз. Карта номері, жарамдылық мерзімі және CVV код сұрап тұр. Бұл жерге біз Каспийден шоттың реквизиттерін баршасын жазып, соңында соманы аударамыз. Садақаларыңыз қабыл болсын. Ал енді келесі сұрақ, әңгімемізді жалғастыру үшін, осы Абу Талха радиаллаху анху бүкіл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінде бүкіл жорықтарға қатысады, соғыстарға қатысады. Соның ішінде бір ақпараттар бойынша Ухуд шайқасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өлді деген хабар келеді ғой, жалған. Сол кезде осы Абу Талха радиаллаху анху пайғамбарымыздың қасында жаңағы өзінің кеудесімен оқ тосып қорғаған деген бір оқиға бар. Әсерлі деп ойлаймын өте. Соны бізге айтып берсеңіз. Абу Талха радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманындағы барлық ғазауаттарға, Хазіреті Абу Бәкірдің заманындағы барлық ғазауаттарға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін білесіңіздер, бір қатар сахабалар оған шыдай алмай, барлығы Мәдинаны тастап, Мәдинадағы барлық нәрсе пайғамбарды еске салады деп, әрқайсысы ар жаққа хиджрет жасап кетеді. Солардан біреуі Абу Талха Шамға біраз уақытта хиджрет жасайды. Бірақ Шамның айналасындағы болған Хазіреті Абу Бәкірдің бұйрығымен болған барлық ғазауаттардың барлығына қатысады. Хазіреті Омар радиаллаху анху заманының тұсында қайтадан Мәдинаға қайтып келеді. Хазіреті Омардың тұсындағы да бүкіл ғазауаттарға қатысады. Хазіреті Османның заманында да ол кісінің өзінің ғұмыры жеткенге шейінгі барлық ғазауаттарға қатысады. Хазіреті Осман радиаллаху анху заманында ол кісі Аллаху субхана ва тағаланың Алла тағаланың рахметіне көшеді. Ухудта, әлбетте білесіңіз, Ухуд үлкен шайқас. Негізі 1000 әскер болып сахабалар барлығы Ухудқа қарай бет алады. Бірақ өкінішке орай бірнеше әңгімелер жүріп ортадан оның 300-і соғыстан кейін қарай қайтып кетеді. 700 сахабамен, 700 әскермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ухудты дүзендейді. Және басына 50 садақшыны қояды. Енді Ухуд туралы әңгіме айтатын болсақ ұзақ. Қысқашасы, білесіңіз, 50 садақшы тауды тастап кеткеннен кейін біздің Халид бин Уалидіміз екінші рет жаңағы жоспар жасап, басқа бір план жасап, таудың үстінен соққы берген кезде қылыштарының қайда қалғанын, оқтарының қайда қалғанын білмей, дүние тасып, дүниенің артынан жүгіріп жүрген кейбір сахабалар есеңгіреп қалады. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоршауда қалып қояды. Біраз уақыт қоршауда. Айналасында бір уыс қана сахаба болады. Ішіндегі көмегі жүріп тұрғаны Абу Талха ғана. Абу Талха орнынан тұрып былай айқайлайды дейді. Абу Талханың өзінің дауысы да зор, бұған байланысты хадистер бар. Бұл дауысына байланысты келген хадистердің саны 20-дан асады.
яғни әртүрлі тарихтар менен хадис келеді. Орнынан тұрып Абу Талха айқайлаған кезде дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қоршауға келген мушриктердің барлығы 500 метрге қайтадан кейін қарай қаша бастады. Қолындағы түскен оқпен жаңа алдына келгендердің барлығын атты дейді. Қатарынан 10-15 рет оқ атты, 10-15 мушрикті қатарынан құлатты. 200 метрден қайтадан жақындауға ешкімнің шамасы тұрмай қалды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда орнынан тұрып айтып жатыр дейді, ей оқтарының, қылыштарының қайда қалғанын білмей қалғандар, алып келіңдер, оқтарыңның барлығын Абу Талхаға беріңдер, қолдарынан ешнәрсе келмеді ғой деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ана оқ атқан кезде дейді, ана бірінші атқан оғы жетпестен артынан екінші оқ өтеді дейді ғой. Сондай дәреже. Тіпті анау атып атқан оқ тиіп жатыр ма деп пайғамбар басын көтеріп ананың артынан қарайды. Иығынан ұстап айтып жатыр, я Расулалла, шығарма денеңді деп жатыр. Денеңді шығарма. Сенің қаның, сенің жаның, сенің кеудең, менің жаным, менің қаным, менің кеудеме қарағанда әлде қайда асыл. Бір оқтың қайқа кеткенін көрем деп, қаңғып жүрген бір оқ сені не істемесін, зардабын тигізбесін деп, Абу Талха радиаллаху анху қайтадан мұсылмандар есін жинап, қайтадан қоршауды бұзып алғанға дейінгі арадағы барлық нәрсесін Абу Талха ұстап тұрды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекше болған, кәдімгідей көңілі толды соншалықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талханың оқ атуына байланысты өте көптеген хадистер айтқан. Әрбір ғазауаттан қайтып келген кезде Абу Талханың оқ атуына байланысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадис көресіңіз иншалла. Одан кейін Ухудтан елге қайтып келеді. Келгеннен кейін білесіңіз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір сахабаның джихадта жасаған ерліктері туралы ерекше бөлек-бөлек айтып өтеді. Бұған байланысты Абу Талха радиаллаху анхудың Ухудтағы ғазауатына байланысты детально Термизиде, Хакимнің Мустадрагында бұған байланысты хадистер тағы да детально келеді. Бір хадистер бірін-бірі қайталаған күйде осылай келеді. Абу Талха радиаллаху анхудың жас кезіндегі аңшылығы, және қылыш шайқауы, оқ атуы, мергендігі қияметке шейін, оның қияметі болғанға шейінгі арада онымен бірге иншалла жолдас болады. Хунайнда көрсетеді тағы да осындай бір үлкен ерлік. Хунайн шайқасында Умму Сулейм анамыз да барады, аяғы ауыр болған күйде. Хунайн шайқасында да Абу Талха радиаллаху анху бірнеше көзді ашып жұмғанша арада 20 оқ атып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 20 өлген мушриктің санын санайды. Бәленшенің ұлы түгеншені Абу Талха бірінші оғымен өлтірді. Бәленше ұлы түгеншені Абу Талха екінші оғымен өлтірді деп, Абу Талхаға ол жерде де иншалла не істейді, оның ерекше ерліктерін айтады. Әлбетте біздің тақырыбымыз бүгін соғыстарды насихаттау емес, біз бейбіт уақытта өмір сүріп жатқаннан кейін адамдар білесіңіз, қазақтар деген анандай бір не халық, жауынгер бір халық. Сол себептен бұндай тыныш болып отырған уақытта адамдарды және басқа бір күйге енгізетін мәселелерді айта бермеген дұрыс. Мысалға, мына Талдықорғанның төңірегінде Орбұлақ деген шайқас өткен. Білесіз, жоңғарлар мен қазақтардың арасындағы шайқас. Бір күні Талдықорғанның жаңағы мәдениет басқармасы сол жерден бір ашық театралдандырылған бір көрініс көрсетуді жоспарлаған. Сосын сол жердегі халыққа айтқан, бізге массовкеге адамдар керек. Ауыздан ауызға тарап кеткенін әңгіме, сөйтіп аяқ астынан бір мезетте жаңағы 1000 болса керек, 2000 болса керек, білмеймін, көп аттылы адамдардың барлығы киноға түсеміз деп, соны дереу сол шараны тоқтатқан. Дереу. Бұндай нәрсені жасауға болмайды. Адамның ішінде, ішімізде жаугершіліктің бір гені бар. Ана ұлан ғайыр топырақты, ана Алтайдан бастап Атырауға шейінгі осы араны сақтап қалған аталарымыз, мысалы кешегі мынау Аңырақай шайқасына анау Қобыланды есеттердің өзі 1000 қолды бастап арада 2,5 километр жерге қаншама уақыт салып келу, бұл үлкен мәселе. Сол себептен тыныш жатқан халықты үркітпей, біз бүгінгі таңда біздің қоғамымызда қазір не жоқ, сол мәселелерге қарай айтайық. Еліміздің топырағын
жау басатын болса бұған байланысты детально Ухудты да Бәдірді да бәрін иншалла айтатын боламыз. Ұстаз, андай бір тақырыпқа басқа бір сұрақ қойғым ғой, жаңа сіз айтып отқан кезде осы сахабалар куллухум удул дейді ғой, барлығы әділ. Сахабаларға андай бір жаңағыдай ласт бір нәрсе айта алмайсың оған жайында. Жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойған садақшылар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзден қайтып кетіп, мысалы енді мың кетіп тұратқан сахабаның 300-і кейін қарай қайтып келіп, солар бұл нәрселердің бәрі туралы сахабалар жайында не айтамыз? Әлбетте. ыңғайсыз түсінбей қалдым. Ақидадан өттіге нахну назкуру асхаби мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам ла назкуру мин асхаби расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам илля би хайри. Аллаху субхана ва таала бір адамдар жайында бір түрлі баға береді. Мына сахаба жәннаттық дейді. Одан кейін ол сахаба күнә амалдар жасауы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ол адамның жәннаттық дегені қайда кетті деуіңіз мүмкін. Тіпті айтып атқанымыз сияқты Құран кәрімде Тәубе сүресінде бұлардың барлығы Алладан разы, Алла да бұлардан барлығынан разы деді. Ал енді Алла бұлардан разы болса, немесе бұл түскен аят әлгі оқиғалардан кейін түсті ме? Жоқ, мәселе ода емес. Білесіңіз, бұл сахабалардың өмірін біз неге айтамыз? Көбінесе мына әлеуметтік желіден де бізге қазақтың кісілерін айтпайсыңдар ма? Арабтарды бізге неге насихаттай бересіңдер? Біріншіден, біз Қазақстан тарихын, қазақ тарихын зерттеп жүрген бір адам емеспіз. Бұл астын сызып айтуымыз керек. Біз заңгер емеспіз, біреуге заң түсіндіреді. Бұны да астын сызып айтуымыз керек. Заңгер болмағанымыз күйде, тарихшы болмағанымыз күйде, қазір тарихтан әңгіме айтатын болсақ, осы жерде қаншама тарихшылар бар. Жаңа не дейді? Үлкен ілім иелерінен болған тарихшылар бар. Өзіміз сияқты жас зерттеп жүрген тарихшылар бар. Осыны мамандық ретінде оқып жүрген тарихшылар бар. Біз 10 жерден не істесек, қалай жүгірсек жүгірейік, ол тарихшылар сияқты бәрібір ақпаратты бере алмаймыз. Әр жерден оқыған нәрсемізді бірінің үстіне бұлаптап айта беруіміз мүмкін, бірақ оның 90% шындыққа жанаспауы да мүмкін. Сол себептен біз бұл сахабалардың өмірін оқыған кезде, бұл сахабалардың өмірін насихаттаған кезде, біз бұл жерде дінді насихаттауымыз. Бұл біз дін маманымыз. Біз көргеніміз осы, оқығанымыз осы, осыған маманданғанбыз біз. Біз басқа біреудің ілімінің ортасына мен сияқты дін, мен өмірімнің бір 20 жылға жуығын осы діннің айналасында оқып, оқуыменен, еңбек етуіменен, дін саласында жұмыс жасаған, мен басқа салада жұмыс жасап көрмегенмін. Мен өзімнің өмірлік тәжірибемді айтам, өзімнің ілімімді айтам. Бұл менің салам. Басқа салаға кіруге, басқа саладан әртүрлі әңгіме айтуға онша қатты құлқым да жоқ, ол дұрыс та болмайды. Біріншіден сол үшін айтамыз. Екіншіден, сахабалардың өмірін деу, бұл Құран аяттарының түсуінің себебі деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадистерінің түсуінің себебі деген. Мысалға, бір сахаба күнә жасамаса, күнәға байланысты аят қаяқтан түскен болады. Бір сахаба адам өлтірмесе, адам өлтірудің рәжімі, қасас мәселелері қайдан түскен еді. Бір сахаба зина жасамаса, зина жасағанның рәжімі, зина жасаған адам, егер әйелі болған адам болса еркек, күйеуі болған адам болса әйел, бұлардың барлығының өлтірілетіні туралы үкімдердің бәрі қаяқтан түскен болады. Бір сахаба арақ ішпесе, араққа байланысты аят қаяқтан түскен болады еді. Сахабалардың барлығы сол кезде арақ ішкен. Арақ ішкен демейік енді. Сол заманға жараса өздерінің ішетін ішкілер болған, бұл нәрселердің барлығын ішкен. Яғни бір сахабаның бір күнәні жасауы, бір қателіктерді жасауы, араларында бір-бірімен келіспеуі, бұл мәселелердің барлығы аяттар мен хадистердің түсуінің себебі. Сол себептен Аллаху субхана ва тааланың илахи бір тағдыры. Алла тағала оларға осындай бір тағдыр жазады, сосын ең соңында айтады олар: мен бұлардан разымын, бұлар да менен разы. Әр қарай бұлардың үстіне сен баға берме. Бұны тарих ретінде қабылда. Дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс, мына оқиға дұрыс. Мысалы, бір сахаба күнә жасаған үшін, бір сахаба шарап ішсе, шарап ішу бір күнә. Бір сахаба шарап ішті деп біз күнә емес енді шарап ішу деп жатқан жоқпыз ғой. Асылында шарап ішу күнә. Бірақ сол сахаба соны жасады. Алла тағала да өзінің илахи тағдырында
сол аятты түсіру үшін бір сахаба жасаған күнәсін не істеп жатыр, өзі былай хиджабпен жауып жатыр. Айтып жатыр, мен бұлардан разымын, бұлар да менен разы. Сахабаларға баға беру біздің ісіміз емес. Біздің ісіміз олардың басындағы өткен оқиғалардан өзімізге сабақ алу. Сол себептен 50 садақшыны тауды тастауы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға ғасырлар бойы мына хадисті айтуға себеп болған. Қараңыз, әрбір Ухудтың қасынан өтіп бара жатқан кезде пайғамбар тоқтайды да қайғыратын. Абдулла ибн Масуд сұрайтын, я Расулалла, осы Ухуд неге сені қайғыртады деп жатыр. Ухуд есіңде ма дейді, Ухуд шайқасы. Сол жердегі 50 садақшы таудан түскен есіңде ма деп жатыр. Үмметім басқа дінге өтіп кетеді деп қорықпаймын дейді. Үмметім дүниеге табынып кетеді деп қорқамын. Тура біздің заманымызда айтты қазір. Өзімізге тіпті жараспайтын түрлі саудаларды да мұсылман бай болу керек. Бай болған мұсылман берген қол алған қолға қарағанда хайырлы деген хадистермен ананған былай забор жасап алып, ішінде жаңағы бізге лайық, мұсылманға лайық болмаған саудаларды, ыңғайсыз болған саудаларды, олай мал таппай қойған саудаларды да кейде осылай не істеп жатамыз. Осылай көмкеріп, жауып көрсетпей әрі қарай өмірімізді сүріп жатамыз. Бірақ біліңіз, Абу Юсуф рахималлаху рахматан уасианың заманында адамдар ол кісіге келіп айтады екен, сен бізге бір керемет тақуалық, зүһүд дейді ғой, осыған жараса бір кітап жазып берші, енді ғалымсың ғой, біз тақуа болайық деген кезде не деген, сендерге сауда туралы кітап жазып беремін. Тақуалықтың ең жоғары дәрежесі халал мен харамға риғаят ету. Саудада үлкен пайда келатқан кезде халал ма бұл харам ба деген ақылың жүр алса, онда сен тақуаның ең жоғары дәрежесінде отыр. Ол саған тақуалық туралы әңгіме айтудың қажеті жоқ. Үлкен тендерлар келатқанда бармақ басты көз қысты әрекеттерге кетіп қалатын болсаң, онда уәйіл, өкініш, онда сеніміңе де өкініш, амалыңа да өкініш. Сол себептен біз сахабалардың үстіндегі кейбір бұндай мәселелерге тоқталмаймыз. Біз оларға баға бермейміз. Тіпті хадис ілімінде жарх уа таъдил деген ілім бар. Жарх уа таъдил. Бір адамды жарақаттау. Бұл адам әділ емес, өтірік айтады, күнәһар бірдеңе, хадис усулын оқыдыңдар бәріңді. Жарх уа таъдил ілімінің ішіне сахабалар келмейді. Неге? Өзің айтқан сияқты, мана не дейді? Күллухум удул дейді. Олардың барлығы бірдей әділ дейді. Болды. Олардың үстінен сен баға бермей ақ қой хадисше деп. Сен бар табииннан бастап берсең де жетеді сол. Олардың ішіне араласпа. Біз бұл кісілердің өмірінен өмір айтқан кезде, кейбір қателіктері туралы айтқан кезде, көбіне маған адамдар айтады, сахабалар туралы сен сонда айтасың. Мен ба айтам? Мен айтып жатқан жоқпын. Хаджар ал-Асқалани айтып жатыр бұны. Устул Ғабада айтып жатыр бұны. Аламу Сиярун Нубалада айтып жатыр бұны. Мен айтып жатқан жоқпын, жақсы. Олар менен абзал адамдар, менен де алдын өмір сүрген адамдар. Бір-бірінен өткен хадистер бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басымызға келетін фитналар туралы айтады. Айтады. Болған, бұл оқиғалардың бәрі болған. Тарих шынайы бір нәрсе. Бірақ біреуге баға беру үшін ба, 1000 жыл бұрын қайтыс болып кеткен адамға сен не баға бересің? Маңыздысы сен өзіңе сабақ алу үшін ғана оқуың, басқа мәселе жоқ. Алла разы болсын. Дайын ба? Ендеше жасыл жасау жолын көрсетейік. Сізде қазына қосымшасы болмаса, бізді Каспи қосымшасы арқылы да қолдай аласыз. Муслим Хаус қоғамдық қоры Каспи қосымшасындағы қорлар тізімінің қатарында. Ол үшін сіз Каспиге кіріп, төлемдер қатарынан өтіп, іздеу батырмасына Муслим Хаус деп таңдап, белгіленген сумманы аударып, өзіңіздің дүниелік валютаңызды ақиреттік валютаға айырбастайсыздар. Садақаларыңыз қабыл болсын. Енді бүгінгі біздің қонағымыз Абу Талха ибн Сахл. Жалпы оның 30-ға жуық пальма және жүзім бағы болған. Біреу сенсе, біреуге ертегі болуы мүмкін. Осыны түгелдей Алла жолында, дін жолында сарф еткен. Ұстаз, енді келесі әңгімеміздің тақырыбын Алла жолындағы инфақа. Сол жайлы әңгіме айтсақ. Жалпы инфақ деген кезде білесіңіз, инфақ тек қана мал мүліктен, немесе ақшадан, немесе хайуаннан, немесе жоғарыда айтып жатқанымыз сияқты тек қана жүзімнен, құрмадан болатын бір нәрсе емес. Инфақ деген аясы кішкене кеңдеу мағынадағы нәрсе. Инфақ дегеніміз Аллаху субханаху ва тағаланың пендеге берген мүмкіншілігінен Алла жолында жұмсау дейді.
Алла саған басқалардан артық не мүмкіншілік берген болса, сол мүмкіншіліктің кез келгенінен инфақ жасауыңыз мүмкін. Аллаху субханала тағала біреуге байлық бермесе, байлық бермеген үшін ол адам дүниеден инфақсыз өте ме? Жоқ. Құдай қаласа біз де бүгін осы камералардың алдында өзіміздің Алла жолындағы инфағымызды береміз иншалла. Кімде қандай мүмкіншілік бар, біреу инфақпен, қаражатпен береді, біреу басқамен береді. Маңызды болғаны мына бір нәрсе бар. Қазір біз Абу Талханың өмірінен, жалпылама сахабалардың барлығының өмірінен үйренетін инфақ мәселесі мынандай нәрсе. Білесіңіз, Меккеден Мәдинаға хижрет жасады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хижреттен кейін келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның мешітінің іргетасы қаланды, ансарлықтар мен мұхажирліктердің арасындағы бауырластыру оқиғасы болды. Анас ибн Маликті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жүгіртті. Ансарлықтан кімді танисың, мұхажирліктен кімді танисың? Барлығын бірдей алдына хұзырына шақырып келді. Абу Талха радиаллаху анху да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хұзырына келді. Осыған байланысты да білесіңіздер, бірнеше риуаяттар бар. Кейбір риуаяттар Абу Убайда ибн Жаррахпен екеуінің арасында бауыр болғандығы туралы айтады. Бірақ біз басқа сахабалардың өмірін көрген кезде Абу Убайда ибн Жаррах пен Мұхаммад ибн Мәсләмә бұл екеуі бір-біріменен бауыр болғанын көреміз, дұрыс болғаны да осы асылда. Абу Талха радиаллаху анху Абу Талхаға жараса екінші бір жағынан таразыны тартатындай дәрежеде Аркам ибн Абил Аркам деген үйім сенің үйің болсын я Расулалла деп келетін меккелік мұхаджир сахабаменен арасын бауырластырады. Осы бауырластық бұл өз алдына бөлек әңгіме. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға Әл-Имран сүресінің 92-ші аятын оқиды. Асылында мен жихатин бұл аят бізде әлеуметтік желіде көп оқылады. Кез келген мешіт салып атқан, медресе салып атқан, тағы да осыған байланысты садақаның төңірегінде әңгіме айтқан адамдардың барлығы осы аятты оқиды асылда. Осы аятты оқып қаражаттар сұрайды. Бұл аяттың түсуіне себеп болған жағдай кішкене көз алдымызға мынандай бір қалай айтайын, бір картина қалыптассын. Бүгін Абу Талха радиаллаху анхудың өмірінен де осыны айтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әл-Имран сүресінің 92-ші аятын оқыды. Аяттың мағынасы мынандай. Не дейді? Сендер өздерің жақсы көрген мал мүліктеріңнен, дүниелеріңнен, мүмкіншіліктеріңнен, жағдайларыңнан инфақ жасамайынша нағыз бақытқа жеткізген, нағыз бақытқа жеткен, нағыз үлкен хайырға жеткен, нағыз кәміл иманды болған болып есептелмейсіңдер. Алла тағала сендердің не беріп жатқандарың барлығын, жүректеріңнен не өтіп жатқандарын барлығын көріп тұр. Бұл жерде бізге керек сөз өздерің жақсы көрген нәрсе. Мәселе сода. Бұл әлбетте простой мұсылмандардың ісі емес. Бұл Абу Талха сияқты, немесе Зейд ибн Хариса сияқты, немесе Абдулла ибн Омар сияқты таңдаулы сахабалардың жасаған ісі кез келгеніміздің қолымыздан келмейді. Олар не дейді? Зейд ибн Хариса келіп айтып жатыр. Сендер өздеріңнің жақсы көрген мал мүліктеріңнен инфақ етпейінше деген аят түскен кезде құлағымды жүрегіме қойдым деп жатыр. Құлағымды алдым да жүрегіме қойдым да айтып жатырмын. Ей жүрек, нені жақсы көресің сен? Жүрек маған не деп жатыр? Сәбәлән жақсы көрем деп жатыр. Сәбәл. Бұл ат қой, бір хайуан ғой, бір ат. Оны өте қатты жақсы көреді. Бір күні бір жорыққа барады, жорыққа барып, жорықта қиыншылыққа ұшырап қалады. Бұлай қоршауда қалып қояды. Сөйтіп шайқас болады, шайқаста құлап, аты қалып қояды сояқта. Өзі қашып құтылады. Келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Я Расулалла, менің қасыма Салман Твиш, Дәулет Твиш, Нұрберген Твиш, біз барлығымыз бір атты алып келейік" деп жатыр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сен қалай адамның, хайуанның орнына адам сұрайсың мені? Ол бір хайуан ғой құрсын. Оның орнына неше түрлі сәбәлілер келуі мүмкін саған. Бірақ сен дәулет сұрағың не менен?" деп жатыр.
дәулет пен хайуан тең, сұрама менен деп жатыр. Жақсы, көңіл күй түскен күйде кетті, араға біраз уақыт салып қайтып келіп айтып жатыр. Бол хотя бы болмаса маған кімді бейш дейді, Нұргелдіні бейш, Асылбекті бейш, ананы бейш, хотя бы осыларды бейш деп жатыр. Пайғамбарымыз айтады, вообще жолама дейді, вообще. Хайуан үшін адам сұрап келме менен деп жатыр. Арада біраз уақыт жоқ болып кетті дейді, бір күн қараса тәбәссүм мәз. Пайғамбарымыз көріп хариске айтады, не күлкі болды десе, өзім барып алып келдім деп. Өзім бардым деп. Жалғыз өзі барып, сол хайуанға басын бәйгеге тігіп, ұрлап соны ананы іштен алып келеді. Бұл нені көрсетеді? Жүректі көрсетеді. Жүрегім не деп тұр дейді? Сәбәлі деп тұр. Ана шылбырынан ұстап алып келді, айтты, я Расулалла, Алла және сен куә бол, мынау Алла жолындағы Әл-Имран 92-нің қарымтасы деп жатыр. Иншалла, Алла ақыретте маған бұдан үлкен нәрсе береді. Абдулла ибн Омар айтады, құлағымды жүрегіме қойдым, нені жақсы көресің деп едім, екі нәрседен сообщение келіп тұр дейді ғой. Бір мәржани деген бір күңі бар, әдемі күң сатып алып, пайдаланатын күң оның. Онымен жыныстық алақада пайдаланса болады, қызметтік алақада пайдаланса болады, ән айтқызса, би билетсе, білмеймін ғой. Кез келгенде өзінің қолында болған мүлкі. Жүрегім мәржаниді жақсы көремін деп тұр. Бір мәржани, бұл күң. Екіншісі Нафиқ деп жатыр. Атақты Абдулла ибн Омардың өмірінен сіз Нафиқті жақсы білдіңіз, иә? Сол Нафиқ та осы Әл-Имран 92-ші аяттың құрметіне басына азапты қалған. Бірақ не істеген? Сенің қасында құл бола берейінші лучше деген. Қалып қалған. Мен сенің қасыңда құл болған күйде азатпын, мен азат болған күйде құлмын деген. Не өйтіп айтасың? Өйткені сенен кетсем қазір, сен сияқты адам тап бола ма маған? Менің қолымнан я сауда жасау келмейді, я жұмыс жасау келмейді, адамдармен дұрыс қарым-қатынасым да жоқ, кеше ғана құлдықтан құтылған адаммын, әрі қарай өмір сүріп кете аламын ба, кете алмаймын ба? Сенің қасында жүрсем, маған жақсы қарайсың, тамағымды бересің, киімімді бересің, өзің үлкен ғалымсың, күнде неше түрлі уағыздар айтасың, кітаптар оқисың, әркімге әртүрлі үкімдер бересің, мен сенің қасында жүріп ғалым болып кетемін мен. Болып кетті. Имам Бұхари рахималла не деп жатыр? Силсилату зәһаб деп жатыр. Алтын тізбек міне мынау деген кезде ан Малик, ан Нафи, ан Абдулла ибн Омар. Бір Нафиқті қарашы. Бір Нафиқ деген сол заманда, солардың өмір сүріп жатқан заманында бәлкім Нафиқ деген біреуді есінде де жоқ сияқты еді. Сол өзі заманында, сол Мәдинада жүргенде Нафиқті біреу танитын бе? Танымайтын еді ешкім. Түсіндің бе? Абдулла ибн Омардың жанында қалуы, одан қалған мұраны төкпей шашпай ары қарай жалғастыруы 15-ші ғасырда, тіпті жаңа не дейді, 2-ші, 3-ші, 4-ші ғасырлардың өзінде атақты Бұхаридің өзі силсилату зәһаб деп алтын тізбектің ішіне оны алтынмен краскілеген дәрежеге сен ерді. Кейде бар ғой анау не дейді, ең төменгі жерден ислам нені алып келуі мүмкін? Бір адамды хайырына жараса, оны ең жоғарғы мәртебеге көтеру мүмкін. Ең жоғары мәртебеде жүрген де бір хайырсыз бір адамды аз уақыттың ішінде ең төменгі дәрежеге алып келуі әбден мүмкін. Тура осы аят түскенде Абу Талха радиаллаху анхудан естіп жатыр. Былай құлағымды жүрегіме қойып едім, құлағым бируха деп жатыр. Бируха деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінің тура қарама-қарсы тұрған бақша ғой. Тура қарама-қарсы. Шығасың, алдыңда сол бақша кіресің. Бақша деген қазіргі біздің түсініктермен айтатын болсақ, не бұл? Бір ресторан ғой, бір кафе, бір демалатын, бір истирахат жасайтын. Ішінде Мәдинада пайғамбар жақсы көрген 6 құдық бар, соның бір тәтті суы бар, бір құдық, сол құдық. Пайғамбарымыз шыққаннан кейін сол жерге келіп, жаңағы құрма ағаштарының жапырағының астында көлеңкеде отырып, әлгі құдықтан су ішіп, сол жерде дем алып, әңгіме айтатын жерлер, ол қысқаша жиналыс жасайтын жерлер, мәжіліс жасалатын жерлерден бір жер. Мешітке жақсы жер тұрғаннан кейін локациясы да жақсы, клиенттер де көп келеді, өте ыңғайлы, Әл-Фарабидің бойында деп жатырмыз ғой, салыстырғанымызға Құдай кешірсін. Бірақ сондай бір керемет оған доход алып келіп тұрған, керемет абырой әкеліп тұрған, өзі таңнан кешке шейін сол Бируханың айналасында жүрген адам
не деп жатыр, жүрегім бируха деп тұр. Келді, я Расулалла деп. Жүрегімнен жұлып, Әл-Имран 92-нің қарымтасы болсын деген мақсатта, сен және Алла осыған куә болсын деген мақсатта бируханы бүгін инфақ етемін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху орнынан тұрып кетті. Тұрды да айтып жатыр, ей асхаб дейді. Бүгін Абу Талха Алламен сондай бір сауда жасады. Сауданың пайдасы тек қана Абу Талхада. Түсін алдың ба? Сауда жасап жатқан Алла. Бір тарапта бәйі, бір тарапта мүштәри. Бір сатушы, клиент. Айтып жатыр. Сондай бір сауда жасады, сауданың бүкіл пайдасы бір жақта ғана. О да Абу Талханың жағында. Тарихшылар айтады, сол заманда сол жерде отырған сахабалар бәлкім бұны түсінбеген болуы мүмкін. Әлбетте, керемет та енді бір бақшаны бере салу оңай нәрсе емес. Бәлкім біреудің көзінде, Абдурахманның көзінде бір бақша ма? Болуы мүмкін ол. Қалғандардың көзінде, бақшаны берді ма? Болуы мүмкін. Бірақ ең қызық мәселе пайғамбардың орнынан тұрып, бұған осындай бір шарх айтуы. Бұл жерде не сыр жатыр десең, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешіті бар ғой қазір. 21-ші есігіне кірсең, кірген бойдан сәл оңға қарай жүрсең, бируха құдықтың ізі сол жерде тұрған жерде. Уақыт өте келе ол пайғамбардың мешітінің территориясына кіріп кеткен. Қаншама жылдан бері күні бүгінге шейін қаншама миллиардтаған адам сәжде жасап жатыр. Бируханың әрбір клочок земли дейді ғой, әрбір алақандай уыс жеріне қаншама миллиардтаған дүнияның мұсылмандары сәжде жасады. Мынандай бір сөз бар ғой, айтып жатыр. Алла мен Абу Талха бір сауда жасады, сауданың пайдасы түгелдей Абу Талха дегенді біз ана замандағыларға қарағанда тағы да жақсырақ түсінеміз. Түсіндіңіз ба? Бар ма сондай бірдеңе беріп үлгеріп қал. Осындай бір нәрсең болса, сол нәрсені беліп үлгеріп қал, ол сен өлгеннен кейін адамның ақылы жетпейтіндей дәрежеде саған қазына алып келсін, қазына. Түсіндіңіз ба? Бұдан да басқа тағы да бір бақшалар болды. Бұған бұл өте көп оқиғалар бар. Бір күні бақшада тұрып намаз оқиды. Намаз оқып тұрса, бақшаға бір құс келеді. Бір қанаттары сары, қанаттары қызыл, мойындары сары. Әдемілеп суреттейді тарихшылар. Ана бақша намаз оқып отыр ғой, намаз оқып отырған күйде ағаштың үстіне қойып ысқырған әдемі жаңағы не дейді? Сайраған құсты көріп намазда тұрып бүйтеді. Мына бір құс менің бақшама сондай жарасымды екен. Намазда тұр. Сөйтті да қай ракатқа келгенін ұмытты. Артынан намазын иада етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келді де айтты, я Расулалла, мына бақша мені мазалап жатыр дейді. Мына бақша Алла жолында инфақ. Кейбір риуаяттар бойынша пайғамбарымыз саллаллаху қабылдады, кейбір риуаяттар бойынша сол Абу Талханың өзінің туыстарына бөліп жағдай жоқтардың барлығына сол бақшаны таратты деп жатыр. Инфақ ақылға келмейтін дәрежеде. Әңгімемді мына нәрсемен айтқым келеді. Бір күні Мәдинаның өте қиын кездері еді. Бұл Ухудтан кейін болып жатқан оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітте тұрды да айтты, бүгін бізге бір қонақ келді деп жатыр. Құдайы қонақ. Осы құдайы қонақты кім үйіне апарып түнетіп қонақ қылатын болса деп жатыр еді, мен деді. Әңгіме бітпестен мен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күлді де айтып жатыр, әлбетте Абу Талха сенен басқа кім болуы мүмкін? Еш ләм-мимсіз адамды қолынан ұстады да жетектеді де келді үйге, Умму Сулеймға келіп айтып жатыр, Алланың жіберген қонағын алып келдім үйге деп жатыр. Мына жерден бүкіл біздің ханымдарымыздың барлығына бір сообщение жіберіп жатырмыз. Бұл біздің ханымдарымыз жаман деген мағынада айтып жатқан жоқпыз. Ханымдарымызға бір үлкен тәбәррук бар мына жерде. Умму Сулеймнан керегін алсын деп жатыр. Не бар үйде дейді? Балалардың жейтіннен басқа ештеңе жоқ. Бұл бәрінің үйінде жағдай сондай. Үйде балалардың жейтіннен басқа еш нәрсе жоқ. Абу Хурайраның көшеге шығып әркімге аят оқитынын естіңіз бе? Осы уақыттар міне. Қиын уақыт. Өте қиын. Үсті-үстіне соғыс болған, шабуылдар болған, қуаңшылық болған, егіндер шықпай қалған, айналаның бәрі тұрақсызданған,
осындай бір жағдай. Абу Талха айтып жатыр, олай болса сен балаларды өлең айтып ұйықтатып таста. Бүгін ужин жемей ақ қойсын. Өзіңнің нәпсіңнен бірдемені жасау оңай. Бірақ сендер әлі білмейсіңдер. Балаңнан сыналсаң, ол өте қиын нәрсе. Шыдай алмайды. Әкелер, ладно енді. Қазақта бір мынандай керемет сөз бар. Әкенің ең жақыны жездедей ақ. Өйткені бұл әке жаман деген мағынаны білдіріп жатқан жоқ. Алла тағала оларға мейірімділікті сондай дәрежеде берген. Ана мүлде басқа. Әке айтып жатыр, ұйықтатса да тамақты әкел дейтін ақ. Шешеге оңай ма ол? Шешеге одан кейін ертең жейтін тамақ бар ма жоқ па, Аллаху алам, бірақ бүгін бар жейтін тамақты баланың аузынан алып қонаққа беріп, ана баланы ұйықтату керек. Бірақ сенесіз ба, Умму Сулейм сынақтардың неше түрлісін басынан өткізген адамға балаларды ұйықтатып тастады. Одан кейін айтты, шамдарды азайт деп жатыр. Отыратын жерімізді ала көлеңке қыл. Бірнеше табақтарды қойда, біздің алдымыздағы табаққа еш нәрсе қойма, балалардың жейтін тамағын бәрін әркісінің табағына сал. Біз де тамақ жеп отқан кейіп танытайық та, адам еш нәрсе ойламастан тойып жесін. Тура сондай жағдай жасады. Әлгі кісі еш нәрсенің парқына бармастан тойып жеді, ұйықтап жатты. Таңертең Билал радиаллаху анхудың азанымен барлығы оянды. Мешітке келді, мешітке келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екі көзі алақандай болып кеткен. Абу Талха, не істедің сен деп. Шошып кетті анамыз. Не істедім я Расул? Хашр сүресінің 9-шы аяты түсті дейсеңіз. Хашр сүресінің 9-шы аяты. Аят түсіріңіз ақабыз. Бұл аят, білесіңіз, біздің тарихымызға Исар аяты деп жазылған. Исардың мағынасы не білесіз бе? Исар өмір сүру үшін өмір сүру емес, өмір сүргізу үшін өмір сүру деген мағына. Абу Талха сияқты адамдар өмір сүру үшін келген жоқ дейді дүниеге. Дүниеге өмір сыйлау үшін келді деп жатыр. Аяттың мағынасы, өздері өте қиыншылық, таршылық заманға түсе тұра, қолындағыларын басқалардың мүмкіншілігі үшін жұмсаған үмметіңнің арасында бір адамдар бар деп жатыр. Олардың халі дүниеде және ақыретте мүлде бөлек дейді Алла. Айтып жатырмыз, адам оңай емес. Басынан өткен халде былай, деп баяндап бере салу оп-оңай нәрсе. Тура сол халде болуды айт. Тура сол халде болуды. Бұл яғни, бұл инфақтың ең шырқау шеңі осы жерде еді. Түсіне алдыңыз ба? Өкінішке орай қолымызға кішкене мал бітсе, біз былай дейміз. Балдар кимейтін, жемейтін не бар еді? Ескі құсқы қалған бірдеме бар ма? Солардың бәрін беріп жіберейік. Үйімізге новый мебель алсақ, старый мебельді садақа қыламыз ба? Садақа ма ол? Садақа ма ол? Садақа емес асылында. Ана орынды босату ол асылында. Еще айтамыз. Алып кетіңдер келіп. Өзіміз бұзуға ерініп тұрмыз. Ана бұзып алып кетсе, астын жуып жаңасын қоя салады. Өзімізге керек емес, көзіміздің сыртындағы нәрселерден бір нәрсе бергіміз келеді. Асылында негізі Алладан үміт етілетін инфақ, ондай инфақ емес екен. Мықты болсаң, біреуді өмір сүргізу үшін өмір сүр. Бола ма бұндай нәрсе? Әлбетте болады. Адам жасады, адам жасағанды жасап жатыр. Қазіргі заманда да осы амалдарды жасап жүрген адамдар болуы мүмкін. Біз танымаған, біз көрмесек, бұндай жоқ деген мағына шықпайды асылда. Қызық нәрсе, инфақ деген сөз нәфақа деген түбірден шығады. Нифақ деген сөз де нәфақа деген түбірден шығады. Бұдан алдын өте көп айттым. Бір түбірден шығатын, бір-біріне не дейді жаңағы, акс дейді ғой, қарама қарсы болған ұғымдар болатын болса, онда бұның жақсысы хайыры шәрі, шәрі ауру, хайыры соның емі дейді. Абу Талха үнемі қолындағы бар нәрсені беруге қарай ұмтылу. Кейде адам ақылына сыймауы мүмкін. Қалай жасайды бұл нәрсені? Сен бір беріп көр. Сен бір көр беріп. Оның бір бөлек ләззаты болады екен. Абу Талха айтып жатыр бұны. Бұл ләззатқа кірсең, беруде тоқтау болмайды. Бұның бір ләззаты бар. Алла тағала бір нәрсені бостан босқа қоймайды. Бүкіл нәрсе тек қана ашта беретін болса.
Абдуррахман қалай бүкіл мал мүлк Алла ризалығы үшін банкрот болып қала берді. Бұда бір ләззат бар. Оны тек қана бере алғандар ғана түсінеді. Түсіндіңіз бе? Сен Алла жолында инфақ жасасаң, мұнафықтықтан құтыласың деп жатыр ғой. Мұнафықтықтан құтылудың жолы емі инфақ жасау. Инфақ тек мал мүлікпен емес, адамдарға жәрдем беруің, жолда қалғандарға үміт сыйлауың, үмітсіздердің отын тұтатуың, басына келген хал ғой. Бір адамның басы өмір бақи бір халда кете бермейді. Емес пе? Бір күні көңіл күйіміз бар, бір күні көңіл күйіміз жоқ, бір күні жейтін дым таппай қаламыз әпшәйді. Бір күні топырлап азан-қазан тамағы үйіліп кетеді. Бір күні қалтаңа ақша толып кетеді. Бір күні қайыр сұрасаң ешкім бермей қалады. Түсіндіңіз ме? Не екен? Ихтилаф ал-ахвал. Біздің басымызға лайық болған нәрсе халдердің үнемі ауысып тұруы. Халдер де біздің басымызда постоянно тұрмайды екен. Өзгереді. Кішкене ғана бір мезетке басыңа қиыншылық келген кезде, сол жерден қиыншылықтан таба алып, адамға былай сәл деп сабыр етуіне көмектесу, артынан Алла тағала қайыр жібереді оған. Қайырды жіберетін кім? Алла. Бірақ награданы алатын кім? Сен. Әлгі адамға сәл тосқауыл бола тұрғаның үшін Алла тағала өзінің жіберген бүкіл мал мүлкінің қарымтасын сен үшін бере салады. Сол үшін Алла тағала фадл. Қой емес пе? Фадл деген сөз Алла артығымен береді. Бұл хайырда, жақсылықта Алла әділ. Күнәні дашына-даш есептесе. Аллаху субханаху ва тағала дүниеде инфақты түсінуді وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ айтып жатыр. Ең мықты мұсылмандарды сипаттап жатқан кезде Алла оларға мал мүлік береді, оларға рызық береді. Ол рызық өздерінікі, халал өздері жеп қойса. Бірақ сол берілген рызықтың ішінен басқалармен бөліскендердің мүмин атаулыда жөні бөлек деп жатыр. Жөні бөлек. Оны жасамаған адамдар мүмин болмады деп жатқан жоқпыз. Бұл мүмин бар, мүминдердің классификациялары бар, дәреженің көтерілуі деп жатыр. Бере алмайды оны көбісі. Бере алмайды. Қаншама бар, бере алмайды. Бере алмайды да не дейді? Өлетін кезде Салман бер дейді. Салман, бере алмадым мен, сен бер енді. Саған қалдырдым. Сен бермедің, қақтан берсің? Бермейді ол. Ол да бермейді. Хаус қоғамдық қорын қазына қосымшасы арқылы үздіксіз әрі тұрақты түрде қолдағыңыз келсе, App Store немесе Play Market'тен қосымшаны жүктеп алыңыз да бізбен бірге тіркеліңіз. Қазына қосымшасын жазғаннан кейін кіреміз. Экранның астыңғы бөлігінде қайырымдылық батырмасын басамыз. Бұл жаққа кіргеннен кейін айына бір рет немесе апта сайын немесе күнделікті беретін садақаңызды белгілейсіз. Одан соң астыңғы теңгеге күнделікті қанша рет садақа саласыз, соны жазасыз. Оны жазғаннан кейін қорлар тізімінен Муслим Хаус қорын таңдап, міндетті түрде дайын батырмасын басамыз. Садақа беру пунктіне өтеміз. Карта номері, жарамдылық мерзімі және CVV код сұрап тұр. Бұл жерге біз Каспийден шоттың реквизиттерінің баршасын жазып, соңында соманы аударамыз. Садақаларыңыз қабыл болсын. Ал енді ұстаз, жаңағы әңгімеміздің осы талқылауымыздың арасын суытпай, мен сұрақты қоятын болсам, жаңағы айтып кеттіңіз ғой, жаңағы сынақтар болады, қиындықтар болады, Ухуд соғысынан кейін қиындықтар болды деп айттыңыз. Басқасын білмеймін, маған өзім сондай әсерлі оқиғалар ұнайды. Жүрекке өтетін осы сахаба бүгін қонағымыз Абу Талха радиаллаху анху сол қиындықтарға сабыры, бізге қиындық түскен кезде қалай сабыр етуіміз керек, сол жайында оқиғалар болса. Абу Талха радиаллаху анхудың басынан көптеген қиыншылықтар өтеді. Қиыншылықтар. Мәселен, шамамен жасы 36 жасқа келгенде Умму Сулейм екеуінің арасында алғашқы Абу Умейр деген ұлдары дүниеге келеді. Ол шамамен 5-6 жасқа шейін ғана өмір сүреді. Шешесі әдемі, сұлу, керемет. Әкесі әдемі, сұлу, керемет. Екеуінен қандай бала дүниеге келуі мүмкін? Көздері қап-қара, шашы ұзын, бүкіл Мәдинаның баласы артынан жүгіріп ойнап жүретін сондай бір керемет, тәтті бір бала дүниеге келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен екеуінің арасындағы да бір қарым-қатынастары бар, бір керемет әңгімелері бар. Әлгінің Нуғайр деген бір құсы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрген сайын: "Я Абу Умайр, ей Абу Умайр,
ма фаала нуғайр, сенің құсың не істеп жатыр деп анаумен үнемі екеуі отырып ішіндегі болған оқиғаның барлығын айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Сулеймді өте қатты жақсы көрген, тіпті кей кезде соның үйінен барып тамақ ішіп, әлгі бір және тіске басар бір дұрыс үйлеріне тамақ келіп қалса, дереу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шақырып, осылай отбасылық керемет қарым қатынастар болған. Бір күні сол Абу Умайр бір ауруға шалдығады. Кейбір нелер бойынша аурудың аттары бар, кейбірде қызылша жұқпалы ауру, бірде іш ауру бар. Осы екеуінен біреу, екі риуаят айтылады. Қысқашасы ауырады, бірталай уақыт ауру ұзаққа созылады. Бір күні асырдың уақытында әлгі бала Алланың рахметіне көшеді. Умму Сулейм анамыз баланы жатқызып, үстін көрпемен жабады. Кешкісін Абу Талха келеді. Мәдинаның сыртында бақшалардың шаруасымен, сауда саттықтың мәселесімен біраз шаршау келеді. Шаршау. Қолына су құйып қарсы алады, күтіп алады, төріндегі шаршауды көріп, дастархан жайып алдына тамақ ұсынады. Тамақ жеп отырып Абу Талха былай дейді: "Я Умму Сулейм, Умайрдың халі қалай?" Умму Сулейм анамыз айтады: "Умайрдың халі бұрынғысынан жақсы." Бұрынғысынан жақсы деген мақсаты қатты қызудан, аурудан қиналып жатыр еді. Қазір ешбір күнәсі жоқ, балағатқа толмаған кішкентай бала Алласымен қауышты да бүкіл аурулардың барлығынан құтылды. Оны Абу Талха радиаллаху анху жағдайы жақсарып келе жатыр деген мақсатта түсінеді. Бірақ Абу Талха барлық шаршауын бассын, ар жағына бір ел қонсын, өз-өзіне келсін, оңын солын қарасын, бір ыңғайлы уақыт тауып болған оқиғаны айтам деп отыр ғой енді. Бір кезде Абу Талха Умму Сулеймға кәдімгідей ер адам ретінде жақындап, онымен арада бір қарым қатынас жасайды. Баласы дүниеден өтіп жатқан Умму Сулейм ләм мим деместен Абу Талханың бұнысына да жауап береді. Енді оқталып айтам деп отқанда, күн ұзаққа шаршаған Абу Талха ұйықтап кетеді. Осылай таң атқанша басында күтіп отырады. Билал радиаллаху анхудың азаныменен Абу Талха оянады. Екеуі тұрып ғұсыл алады. Қазір ғұсыл алып атқанда бір мүмкіншілік бар. Осы кезде айтса айтты, айтпаса ол таңертең кетеді мешітке, содан келмеуі мүмкін. Сол үшін Умму Сулейм анамыз бәрімізге сабақ болатын мынандай бір нәрсе айтады: "Я Абу Талха, егер сенен бір адам бір аманат алса дейді, белгіленген уақытта аманатты да қайтармаса, бұған сенің көзқарасың қалай?" деп. Абу Талха радиаллаху анхуға тұрып айтып жатыр: "Аллаху субханаху ва тағала бізге берген аманатын уақыты келіп бізден алды" дейді. Абу Талха үн-түнсіз қалады. Түсінгенімше, сен Умайрдың өлгені туралы айтып тұрсың ба дейді. Умму Сулейм анамыз айтады: "Иә" дейді. Ләм мем демей киініп намазға кетіп қалады. Барады, намаз оқылады. Намаз біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жақындайды да айтып жатыр: "Я Расулаллах, Умму Сулеймнің маған жасағанын қара" деп. "Менің ұлым кеше өлген. Кешеден бері маған айтпай, кешеден бері маған әр түрлі нәрселер жасатып, ауыр ғой енді. Менің балам өліп жатқан кезде мен бір қатынаста болып жатырмын. Бұның барлығы маған ауыр тиіп жатыр" деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Я Абу Талха, Джабраил алейхиссалам бізге хайырлы хабар кетірді. Сен жамандап атқан Умму Сулеймнің үстінде бүгінгі түндері хайырлы" деді. Сен жамандап атсың, бірақ Алла оны мақтап атыр. Сен бар деді. Умайрдың жағдайларына қара. Иншалла мен келем. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі келді, жуындырды, кебіндеді, өзі жаназасын оқыды,
тіпті Абу Умайрды қабірінің ішіне шейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі қойып барлық аманаттардың барлығын жасады. Абу Талха айтады, басымнан түрлі қиыншылықтар мен қуаныштар өтті, бірақ барлығына шыдауға тырыстым, илля уахидин, тек бір нәрседен басқа деп. Бір жерде шыдай алмадым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өткендігі жайлы хабар жетті. Хабар маған қалай жетті? Хазіреті Али радиаллаху анху адам жіберген дейді. Білесіңіз, екі адам бар. Абу Убайда ибн Жаррах меккеліктердің усулі бойынша қабір қазады. Екіншісі Абу Талха радиаллаху анху мәдиналықтардың усулі бойынша қабір қазады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өткеніне байланысты қабір қазуға екеуіне де адам жіберген, бірақ бірінші Абу Талха келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қабірін қазды. Бұл қиыншылық мені қатты қашты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жердің қойнауына тапсырдық. Айларша жаназа оқылды оған дейді. Айналамыздың барлығы күнде көріп бізге қуаныш сыйлайтын бақшалар, ағаштар, тау-тастар, тіпті мешіті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі бізге қайғырып, бізді бір үлкен тұңғиыққа батырды. Бір топ сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ерекше қатты жақсы көрген сахабалар не істеді? Мәдинада тұра алмайтын дәрежеге жеттік. Осылайша мен Мәдинадан Шамға көшуге мәжбүр болдым. Кейбір сынақтар бар. Бұл жерде бізге беріліп жатқан үлкен сабақтың біреуі, Аллаху субхана ва тағала дүниеде басымызға үлкен емтихандарды алып келуі мүмкін. Бірақ білесіңіз, барлық емтихан біз көтере алатын емтихандар. Кейде емтиханды көтере алудың өзі емтихан, кейде емтиханды көтере алмаудың өзі емтихан. Бұл сахабалар әрқайсы Алла тарапынан берілген өздеріне рөлді көтере алатын жерінде көтере алып, көтере алмайтын жерде де әдемі көтере алмай, осы рөлдердің барлығын ойнап шықты. Хазіреті Омар радиаллаху анхудың заманында қайтадан Мәдинаға қайтып көшіп келуге мәжбүр болды. Қиын жағдай. Енді сөз бүгінгі жобамыздың соңына да келіп жеттік. Енді осы ардақты сахаба Абу Талха радиаллаху анхудың өлімі жайлы кейбір деректер бар. Имам Ибн Саадтан келген риуаятта Абу Талха радиаллаху анху жерорта теңізінде сапарда жүргенде кеменің үстінде қайтыс болады деген бір ақпарат бар. И келесі ақпаратта ол Абу Талха радиаллаху анху Медина қаласында қайтыс болып, осы сахабаның жаназасын халифа Осман ибн Аффан өткізді дейді. Осы көзқарастар бойынша айтып кетсеңіз, сосын өлімі жайлы осы сахабаның. Әлбетте Саадтың табақатындағы келген ақпарат басым көпшілік жұмһурдың көзқарасы, бұл дұрыс осы. Бұдан да басқа ол кісінің Шамда қайтқандығы жөнінде риуаяттар бар. Бірақ асылында ең соңғы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қоштасу құтбасында бір керемет оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қоштасу қажылығы жасалады. Қоштасу қажылығына Умму Сулейм анамызбен бірге қажылық жасайды. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жамаратқа тас атып болғаннан кейін шашын алады. Шашын алып, шашының оң жағынан түскен шашының сақалының барлығын сол жердегі сахабаларға таратады. Шашының сол жағынан түскен шашының және сақалының барлығын былай қолмен уыстайды да Абу Талханың қолын осылай ұстатады. Абу Талха мынау саған дейді. Одан кейін сахабалар таңғалады былай. Барлығымызға, әрқайсымызға кішкентай түйіршіктен берді да уысыменен бір шаштың барлығын нағып Абу Талхаға ұстата салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың көзінен бұны көреді да оған былай дейді: сендер маған олай қарамаңдар, Абу Талха менен ұзақ қалады. Неге Саадтың табақатындағы дұрыс деп жатырмыз? Өйткені Мәдинаға келсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұндай нәрсе айтпаған болатын еді деп тарихшылар мысалдар келтіреді. Осылайша білесіңіз, одан кейін Хунейн шайқасына қатысады. Хунейн шайқасынан қайтып келгенде Умму Сулейм анамыз да қатысады бұл Хунейнға. Сол қайтып келе жатқан кезде су кетеді.
кәдімгідей отошли воды дейді ғой, кәдімгі баланың шаранасындағы су кетіп қалып, анамызды дереу алып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шайқастан кейінгі болған оқиғалардың барлығымен бүкіл сахабаларды жинап сол жерде отырғанда Анас ибн Малик қолына кішкентай құнтақтағы баланы алып жүгіріп келеді. Айтады: я Расулалла, мынаны шешем беріп жіберді сізге деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қолына алады, қарайды, айтады: ей Абу Талха дейді, есіңде ма сол бір түн Умму Сүлеймнің үстінен шағым айтып келген едің ғой, сол түні Аллаху субхана ва тағаланың сендерге берген берекеті мынау деп жатыр. Мынау сол күні дүниеге, сол күні Умму Сүлеймнің жатырына түскен берекет міне осы деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтады да: сенің атың Абдулла болсын, әдеттегідей. Сенің атың Абдулла болсын. Одан кейін тахниқ деген бір сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы тахниқты Абдулланың аузында бастап. Екі түрлі бар, ерніне жақты дейді былай. Ерніне жақты, кішкентай жаңа туған Абдулла былай деп тілімен ерін жалай бастады дейді. Оған табассум жасап күлді да басын көтеріп сахабаларға көрсетіп жатыр. Қара, Мәдинаның жігіті екені сразу белгілі. Құрма дегенде өліп барады. Бүкіл сахабалар қыран топан сол жерде күлді. Абдулланың үстінде берекет бар деп жатыр. Абдулла. Абу Талха радияллаху анхудың қара, Абу Умайр дүниеден өтті. Одан кейін жасы 40-қа жақындап қалған кездегі келген Абдулласы. Абдулланың 10 баласы болды. 10 баласы. Оны да исламда үлкен қаһарман, бұлардың бәрі табиин, исламда қаһарман және үлкен ғалымдар болды. Тарихшылар былай айтады: Исхақ ибн Абдулла ибн Аби Талха деп іздеп қарасаңдар, бұл сендерге мысал дейді. Бұл бүкіл тарихта, бүкіл ислам ғылымдарында еңбегі қалған, қолы қалған атақты ғалымдардан біреу. Бұл бір ғана баласы. Бір күні Абу Талха жасы 70-ке жақындап қалған жылы, хижреттің 34-ші жылы келіп айтып жатыр: әкеліңдер маған, әкел, Хазіретті Осман Ақ теңізге, анау Кипр дейміз ғой қазір, Кипрдің джихатын жариялап жатыр, мен сол жерге соғысқа барамын. Жас 70-ке келген, маған сауыттарымды әкел, қылыштарымды әкел деп жатыр. Сосын баласы Абдулла алдына кірді да: әке деп жатыр, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманындағы бүкіл шайқастарға қатыстың және өзіңнің нәсібіңді алдың. Хазіреті Абу Бәкірдің заманындағы құрастырылған, құрылған бүкіл шайқастардың барлығына қатыстың және өзіңнің нәсібіңді алдың. Хазіреті Омардың заманындағы түбегейлі бүкіл шайқаста үлкен қаһармандық көрсеттің, нәсібіңді алдың. Хазіреті Османның заманында да күні бүгінге шейін денсаулығың болмаса да бүкіл джихадтарға қатыстың. Бүгін қал деп жатыр. Сенің атыңнан біз 11-іміз, сенің әулетіңнен инша Алла Кипрдің шайқасында үлкен ерлік көрсетеміз. Сен бүгін демал деп жатыр. Сол кезде отырды да жылап Тәубе сүресінің 41-ші аятын оқыды дейді. Не деп жатыр? Хифафан ва сиқалан. Аллаху субхана ва тағаланың жолына сендерді шақырған кезде хифафан, жеңіл болған күйде, ва сиқалан, немесе ауыр болған күйде сендер не істеңдер? Алла жолына барудан артта қалып қоймаңдар деген аятты оқыды да, ұлым, бұл жерде хифафан ва сиқалан, жеңіл күйде және ауыр күйде дегеннің мағынасы не деп жатыр? Ешқайсы үндемей қалды. Жастығыңда да, кәртайған кездеріңде де Алла жолында соғысыңдар деп жатыр. Маған бөгет болма, ұлым, ертең өлетін болсам бүгін джихадқа шақырылса барам деп. Шығып кете ма? Айтқан тыңдамай киімдерін киді де шықты, теңізге кемемен соғысылып жатқан алғашқы жорыққа қатысты. Не істеді? Сол жерде Абу Талха радияллаху анху сол кеменің үстінде кейбір риуаяттарда жарақаттан, кейбір риуаяттарда жұқтырылған аурудан не істеді? Алланың рахметіне көшті. Отырып ғалымдар, сахабалар таласты: нағыламыз енді бұны. Теңізге ма тастаймыз, құрлыққа шыққанша күтеміз бе, немесе құрлық іздеп топыраққа көмеміз бе деп, солайша кеменің үстінде қалдырылды. 7 күннен кейін барып бір қара жер табылды. 7 күн. 7 күннен кейін ораған шүберектің ішінен ашып қарады.
мүрдесінде ешбір нәрсе, ешбір бұзылмастан тура сол күйінде сақталған Абу Талха радиаллаху анхуды не істеді? Сол Түркия менен Анталия менен Кипрдің ортасында 6-7 арал бар, сол аралдардан біріне жерледі. Жерлеп атқан кезде баласы Абдулла секіріп түсті дейді қабірдің ішіне. Қабірдің ішіне секіріп түсті да қойнына қолын тығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шашы мен сақалы оралған шүберекті алды. Сол кезде үлкен сахабалар қабірдің ішінен шығармастан иығынан ұстап айтты дейді: біз пайғамбар бұл шашты бергенде сол жерде едік. Менен ұзақ қалады деп арнайы берген еді. Әкеңді ол нәрседен ажыратпа деді. Абу Талха қайтадан қойнына салды. Абу Талха радиаллаху анхуды да осылай Аллаху субхана ва тағаланың құзыретіне тапсырды. Алла тағала әбәден разы болсын. Ол кісі бізге өмірімен, тақуалығымен, инфағымен, джихатымен, дүниядағы қиыншылықтарымен, рахаттарымен 180 градус бізге өмірінен үлгі болған. Тек қана онымен қоймай, риуаяттар бойынша 92 хадис бізге мұра ретінде қалдырылды. Бірақ соның ішіндегі қайталауларды алып тастасақ, 25 хадис риуаят етілді. Осы 25 хадистен бір 2 хадисті Абу Талхадан табаррук болсын деген мақсатта айтқымыз келеді. Абу Талха айтады, бір күні мешіттің ішіне кірсе, мешітке келе жатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар айта бастадым дейді, өзімнен өзім. Салауаттар айта бастадым, айтып мешітке келдім. Келе сала пайғамбарымыз қарсы алдымнан шықты дейді. Жүзі сондай бір керемет, бетінде бір тәбәссүм, бір қуаныш. Кез келген уақытта бұлай көрмейміз пайғамбарымыз. Сосын айттым дейді: я Расулалла, сені қуантқан не дедім? Жәбраил алейхиссалам келді да маған: сен шүйіншінің пайғамбарысың деп айтты. Сен шүйінші пайғамбарысың. Сол себептен Аллаху субхана ва тағала сен үшін былай деп жатыр: егер бір адам сенің атыңа салауат айтатын болса, біз періштелер және Алла оның атына 10, кейбір риуаятта 100 рет салауат айтады деді. Мен де күлдім дейді. Сен неге күлдің? Осы жерге келгенге шейін салауат айтып келдім сізге. Аллаху субхана ва тағала осы іске мені муаффақ қылды деді. Бір күні бір топ күліп отырған сахабаларды көрді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына жақындады. Не отырыс деді? Бір мәжіліс құрып, бір мәселені талқылап жатырмыз деді. Олай болса, мәжіліс болса егер бұларың, оның хаққы 3 деді. Біз ғой хадис бар. Мәжіліс болса егер бұл, оның хаққы 3. Бір, көзді жұму. Көзді жұму деген нәрсе не? Мәжілістің ішінде талқыланған нәрселердің құсыры, қатесі сыртқа шықпасын, артынан бір-біріміздің үстімізден өсек айтып, әңгіме айтып, бұндай жүрмейік. Не айтылса, керек нәрселер таратылады, керек емес нәрселер мәжілісте қалсын. Екіншісі, сәлемді алу және әдемі қайтару. Мәжіліске кірген кезде ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дейсің. Мәжілістен шығатын кезде де ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы да бір хадис бар. Мәжілістің алдында берілген сәлем кейінгі берілген сәлемге қарағанда абзал емес деп жатыр. Екеуінің дәрежесі бірдей. Үшіншісі не дейді? Сөздеріңді әдемілейсіңдер. Егер сендер бір мәжіліске шақырылған болсаңдар, онда ол жерде не істеме? Ваданы қой деп жатыр. Ваданы қой. Нақты. Сол мәжіліске керек болған нәрселерді айт, қалған жұрттың уақытын алма. Мәжілістің хаққы 3. Көзіңді жым, сәлемді ал және әдемілеп қайтар, және сөздеріңді әдемілеңдер деді. Уахир дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Уассалату уассаламу ала ашрафил мурсалин ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Я Раббанал Карим, өзің кімді жақсы көрсең, соны жақсы көрсет. Соларды жақсы көрген күйде жанымызды ал. Ақыретте өзің сүйгендермен бірге тірілуімізді нәсіп ет. Осы кезге шейінгі айтылған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында тәрбиеленген сахабалардан өнеге алуымызды, өзіміздің көтере алатын нәрселерімізді алуымызды, өміріміздің соңына шейін өзімізге үлгі етуге бізге мүмкіншілік бер. Құрметті бауырлар, Аллаху субхана ва тағала жасап жатқан хайырлы ісімізді иншалла соңына шейін жеткізсін.
Мақсатымыз тағы да бір 50 шақты сахабаның өмірін айтып шығу. Алла тағала бізге мүмкіншілік берсін. Алла тағала сіздерге де хайыр нәсіп етсін. Осындай бір тар уақыттың ішінде осындай үлкен ұзын әңгімелерді тыңдап отырған Алла сізге де сабыр берсін. Тыңдағаныңыз үшін дүниеде және ақыретте абыройларыңызды көтерсін. Алла осы видеолардың кеңірек таралуына, хайырлардың көбірек жайылуына, Аллаху Субхана ва Тағаланың дініне адамдардың көбірек жабысуына сіз де өзіңіздің үлесіңізді қосып, таратып, тіркеліп отырыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жақсыларым, осы видеоға лайк басып, комментария қалдырып, репост жасау арқылы біздің подкастымыздың көп просмотр жинауына көмектесе аласыздар. Онымен қоса, Нұр Мүбарак студенттері мен осы подкасттың тікелей демеушісі Muslim House қоғамдық қорын Каспи қосымшасы арқылы қолдауды ұмытпаңыздар.